Атырау қаласындағы Самал шағын ауданында балалар ойнайтын алаң жоқ. Мұндағы тұрғындар бұл мәселені бірнеше рет атқамінерлерге айтқан. Алайда еш нәтиже жоқ. Редакциямызға шағымданған халықтың наразылығын әріптесім Жұлдыз Қайратқызы тыңдап қайтты. Осылай біздің балдарымызда ойнайтын алаң жоқ. Осы көшенің бойында ойнайды. Мына көшенің бойымен көліктер жүреді. Бұл Самал ықшам ауданның кішкентай тұрғындарының жанайқайы. Шағын ауданның бас жоспары сызылған кезде жеткіншектерге арналған ойын алаңы тасада қалған. Мұндағы 5-6 баланың басы қосылса бірігіп асыр салатын аула жоқ. Ары-бері ағылған көлік қатынайтын жолдың жиегінде ойнауға мәжбүр. Халық атқамінерлерден сан мәрте бұл мәселені шешіп беруді өтінгенмен мардымды жауап ала алмаған. Көшенің бойында ойнайды. Көшенің бойы жолымыз кішкентай. Көліктер жүреді. Қауіпті балдарға. Сосын жағы мына үйлердің арасындағы бос жерлер бар. Ол жерге барып ойнағысы келсе, ол жерде жаңа строй жүріп жатыр. Енді балаларға ойын алаң керек. Мұнда деген бірнеше үй бар, бәрі орныққан 4-5 жылдан бері. Сондықтан әрдайым оларды қаланың орталығына апара беру бізге оңайға түспейді. Сол мәселе шешілсе, әрине жақсы болар еді. Свет, газ керек. Қазір үй салып жатырмыз. Сол жерде тұрып қалған үйлерде бар. 3-4 үй қазір салынып жатыр. Не су жоқ, не свет жоқ, газ жоқ. Самалдықтардың базынасын құзырлы мекеме өкілдеріне айтқанбыз. Олар қаржы бөлінсе салып беруге әзір екендіктерін жеткізді. Жаңа айтып отырған Самал ықшам аудандағы бұл мекен жайға балалар орнын орнату үшін алдымен архитектура бөлімімен келісіліп, арнайы бос жер, яғни балаларға да, көлік қозғалысына да қауіптілік тудырмайтындай арнайы жер анықталады. Содан соң қаржы сұратылып, жоспарға енгізіледі. Ашынған жұрттың ендігі талабы жергілікті билік бос жатқан жерлерге ойын алаңдарын салып берсе дейді. Жұлдыз Қайратқызы, Айбек Ғалымов, жаңалық қызметі.